Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге мен Алик-KZ арнасы. Бүгін біз Free Fire деген ойын ойнаймыз әрине. Бұл Free Fire ойыны. Міне, бұл Free Fire деген ойын жақсы. Керек болса достармен де ойнауға болады. Міне сол бүгін мен сіздерге Free Fire ойынын ойнап көрсетемін. Ал ендеше кеттік, ойнайық достар. Бұл ойынға ВК-мен кіреді. Сізде ВК сайт дейм ба не дейм, ВК қолданатын болсаңыз ғана бар. Және сізде ВК болса. Бұл әлі басталған жоқ, бұл жай мында жүре тұрамыз әзірше. Қазір 30 секунд беріле ме сондай. Үстінде сандар жазылып тұр ғой. Тоғыз, сегіз, жеті. Қазір басталады достар әрине. Қазір самолеттен секіреміз достар. Парашютпен әрине. Мына уже адамдар секіп кетті. Ойнайтын адамдар. Мен де секірдім. Секірген кезде күшті болады әрине достар. Бұл жақсы ойын. Сіздер де жазып алыңыздар. Кім жазғысы келеді, сол жазсын. Free Fire деген ойын. Жақсы ойын. Мында бірінші парашюттан түскеннен кейін достар заттарды алуымыз керек біз осындай үйлерден. А егер заттарды алмасақ, бізді басқа адамдар өлтіріп кетеді осы ойында. Сосын жеңіліп қаламыз достар. Бұл ойында парашюттан секіргеннен кейін заттар алу керек. Сосын атысамыз, сосын біреу кім соңғы қалады, сол жеңеді атысудан. Атысып жеңген адам сол. Мына осындай ойын қызықты. Ойнап кеттік. Жүгірейік. Аяқтарда не бар екен тағы? Міне. Аптечка. Аптечка менде симайды уже. Менде 98 зат бар. Кеттік жүгірейік. Басқа жаққа да барайық тағы, басқа жеріне де. Саңырау құлақ жеп алдық достар. Жерде өсетін. Бір адам таптым. Бірақ бұл қозғалмайды. Қатып қалған ойдың. Өлтіріп тастайық достар. Басын атып. Бір адамды өлтірдім достар. Мен бұны ойнап жүргеніме жақындай уже. Көп күндей болды деуге де болады. Анаяқта да адам тұр.
Достар, бүкіл адамдар қатып қалған ба, түсінбей қалдым мен. Жаңа анау адамды өлтірдім, ол да қатып қалған. Мынау осы адамды өлтіріп жатыр, мына ол да қатып қалған. Ішінде темір заттар бар екен. Темір киім, жақсы. Граната бар, достар. Темір киім. Атысып жатыр, жоқ. Бәрі қатпаған, достар. Атысуға болады. Ақырындап жүру керек. Атысып жатыр, достар. 3, 2 деп. Әне. Абайлап атысу керек, достар. Өлтіріп қою мүмкін. Мен өлтіріп тастадым біреуін. Екіншіде жүр, достар. Абайлап өлтіріп ондайларды. Өлтірдім, достар. Ой. Аптечка қабылдап алайық. Ой, байқамай лақтырып жібердім. Мына шетке, ана ішіне кіргізейін деймін мен. Ешкім жоқ шығар енді, достар. Ақырындап барайық. Ода жай заттар. Қалған заттар сыймайды. Кеттік дағы адамдарды өлтіріп, достар. Ойын қызықты болып жатса, лайк басып жүріңіздер, достар. Бірдеме жарылады ойын. Осы звукты түсінбеймін да, дауысын. Ана үстінде вертолет басып жүр. Қайда екен? Вертолет. Аяқтарды қарайық. Кеттік. Достар, мұнда сосын машина деген болады, машинамен де жүруге болады. Даже машинамен осы жерде атыспай-ақ адамдарды қақып кетуге де болады. Қатты газбен қатты келе жатсаңыз, қақып кетсеңіз бірден өледі. Өлетін кезде бірінші бұлай еңбектеп қалады мені. Бұлай кішкене ақырындап еңбектеп қалады ғой. Өлетін кезде. Өлейін деп жатқан кезде жан азаяды, сосын оның досы болса, мысалы, тең-бетең ойнап от сөйлесіп, ол құтқарылады. Әне, достар, анда біреу машинаға мінді. Айттым ғой, мұнда машиналар бар. Абайлау керек, достар, көрдіңіздер ме? Мені өлтіріп тастады, көрдіңіздер, достар. Міне, осындай да болады екен. Машинамен жүретті қақып кетуге де болады дейді адамды. Міне, машиналар болады осылардың. Осыны досқа қосуға да болады, бірге достықпен де ойнауға болады. Бұл лайк қойып, бір лайк қойдым мен оған. Лайк қойға да болады ойнап жатқанда. Негізінде жақсы ойын, атысасыздар, награда аласыздар. Ал сіздермен болған мен видеоны бітірем деген ойдам, видео түсірдім, міне көрсеттім сіздерге, жақсы ойын екен. Ал сіздермен болған мен, Алик KZ, каналға жазылып, подписаться етіп, колокольчикті басып, комментарий жазып, лайк қойып кетсеңіздер жақсы болатын еді. Сау болыңыздар.